Сыр елінің шаруалары Нұрсұлтан қаласында ауыл шаруашылығы тауарларының жәрмеңкесін өткізіп жатыр. Қызылорда облысының брендіне айналған ақ күрішін, балығы мен ас тұзын, қауыны мен қарбызын сатып аламын деушілердің қарасы қалың. Жәрмеңке ертеңде болады. Рауан Мыңбаев жалғастырады. Күнде-күнге дүкенге бара бермей. Биыл да келдік міне, көрдік, жақсы күріш бар екен, аламыз қазір. Ассортименті жақсы, күшті, әдемі. Таңдап аласың, қолыңды қақпай шешеңандай. Жақсы өш, мен ризамын бұл. Қашаннан ақ күрішімен әйгілі сыр диқандары биылда қамбаны астыққа толтырды. Еңбекке шүрт қуаңшылыққа қарамастан арзық несібесін еселеді. Еткен еңбек, төккен тер текке кетпеді. Мол өнімнің бір парасы Елорда жұртына жеткізілді. Облыстан жалпы 40-тан астам көлікпен 400 тоннадан астам өнім келді. Ауыл шаруашылық өнімдерінің 29 түрі қазір ұсынылуда. Нарық бағасынан 15-20% төмен бағада қазір халыққа сатылуда. Жалпы негізінен келген енді өнімдердің ішінде айтатын болсақ, күріш 140 тоннадан астам күріш келді, 20 тоннадан астам балық өнімдері, 150 тоннадан астам бақша өнімдері, 40 тоннадан астам асқабақ, сол сияқты ет өнімдері қазір халыққа ұсынылды. Сыр сыйы дегенде ең алдымен сыр маржаны еске түседі. Ақ күріштің сан түрлі сұрпы, соның ішінде тек элиталық сорттар сөреге қойылған. Сатып алушы мен сатушы да дән риза. 2018 жылы біз Южный Кореялық заводын қойған болатынбыз, және қара күрішті өңдеу саласына байланысты. Қазір 2018-ден бері қарай осы Нұрсұлтан қаласына жәрмеңкесіне қатысып келеміз. Халықтың сұранысы жақсы. Осы сұранысқа байланысты біз қазіргі таңда 2018 жылы 5 тонна алып келген болсақ, қазір 25 тоннаға көтерілді. Қызылордада балда шығарылады. Ол оңтүстік өңірде көп өсетін жантақтан жасалады. Білетіндер мұны балдың төресі деп есептейді. Себебі емдік қасиеті жоғары, хош иісті әрі глюкозаға бай. Негізі балды таулы аймақтарда жасалады. Ал бұл жерде Қызылордада жантақтың балы өнімі жасалынып, сол арқылы өнімі шығып жатыр. Қызылорда жантақ бал дейтін бірлесіп кәсіпорын құрылды. Және шиелі шұжық дейді, мысалға Аруана Агролейді. Ол жерде сыбаға деп аталатын және кеусер деп аталатын екі түрлі морковный сок и морковный пюре. Яғни балдарға беруге өте, организмге өте қолайлы. Сонымен қатар қауыннан жасалған кептірілген қауын, яғни қауынғақ дейміз ғой. Сыр бойынан жеткен астық керуені 40 көліктен тұрады. Қауын қарбыз, құрт ірімшік, ет және сүт өнімдері таңсәрден жоғары сұранысқа ие. Ең тәтті жер Қызылорданың қауындары ғой. Енді шынайы әміренің өз дәмі тамаша, иісі қандай, халық ырза, арзан деп жатыр бізге. Сүт өнімдерін алып келдік, құрт, май, ірімшік, сонымен қатар қазал конфет алып келдік. Сауда жақсы, жаңбыр болғанына қарамастан адамдар келіп жатыр, алып жатыр. Жәрмеңке 2 күнге жалғасады. Ертеңде сыр диқандары жиған терген өнімін төмен бағада халыққа ұсынады. Рауан Мыңбаев, Тоқтар Терлібаев, 7 күн.